Сәлеметсіздер ме оқушылар? Жақсы отыра қойыңдар. Ал оқушылар, біз осының алдында сан аралықтарының бірігуі мен қиылысуы деген тақырыпты өткен болатынбыз. Естеріңде ме? Бүгін сол тақырыпты ары қарай жалғастыратын боламыз. Қазір сабақты жалғастырмас бұрын біз бір тапсырма орындап көрейік. Көріп тұрмыз ба? Берілген сан аралығын 4 түрлі сан аралықтардың қайсысына келеді? Соған сәйкестендіресіңдер. Ал келе ғой. Бірінші оқи ғой. Қалай оқисың? Өзің көрсетіп тұр да тақтамен. 8 x-тен үлкен. Дұрыс, 8 x-тен үлкен немесе? 8-ден. Кіші 8. Кіші 8-ден. Тексере ғой. Дұрыс па екен? Сәуле дейді. 2-ден, бірақ кіші 2-ден. Бұл не болады? Интервал. Интервал болады. Тексере ғой. Дұрыс па екен? Дұрыс екен, отыра ғой. Өздерін тексересіңдер. -6 x-тен кіші немесе тең. Қайсысы болады екен? Тексере ғой. Дұрыс па екен? Мынаны сәл төменірек тартып қойып, жазып көрсетіп тұрсын. 8-дің сол жағы ашық сәуле. 8-дің сол жағы ашық сәуле. Тұра тұрыңдар. Сәл күтейік, өз ойын жинақтап алсын. Сәуле. Сәуле дейді. Ал тексеріп көрейік ал. Сәулеге апара ғой. Тексере ғой. Не дейді? Тоқта, ойланы бар. Асықпай ойын жинақтап ал бірінші. Қайсысы болады деп ойлайсың? Кесінді болады. Кесінді болады деп ойлаймыз. Тексере ғой. Кесінді. Қалай оқимыз? Оқышы. 8-дің сол жағы. Көмектесіп жіберетіндер бар ма? Ал айта ғой. 8-ден 19-ға дейінгі кесінді. Отыра ғой, жақсы. 2-ден кіші дейді. 2-ден кіші. Сәуле, тексере ғой. Дұрыс па екен? Дұрыс екен. Келесі. -2-ден 7-ге дейін кесінді. -2-ден 7-ге дейін кесінді. Тексере ғой. Жақсы, дұрыс екен. Керемет. Келесі. 3-тен 10 жағы қалай? 3-тен плюс шексіздікке дейін 3-ті қоса алғандағы. Не болады? Ашық сәуле болады. Жоқ, астында қалып кетті. Қайда кетті яғни? Мынау ашылып жатыр ар жағы. Жалпы тапты, дұрыс па? Болды, келесі. -1-ден 5-ге дейінгі кесінді. -1-ден 5-ге дейінгі кесінді. Жақсы. -3-тен 5-ге дейінгі интервал. Сәйкестендіре ғой. Тексере ғой. Дұрыс па екен? Дұрыс екен. Келесі. Қайсысы болады? 4-тен интервал. Сәйкестендіре ғой. Тексере ғой. Енді бүгінгі тақырып бойынша, яғни бүгінгі сабақта біз қандай тапсырмалар орындауымыз мүмкін, қандай мақсатта деп ойлайсыңдар? Сан аралықтарының айта ғой. Сан аралықтарының қиылысу және бірігуі. Бірігуіне не істейміз? Есептер шығарамыз деп ойлаймыз, солай ма? Сан аралықтарының бірігуіне және қиылысуына тапсырмалар орындаймыз деп ойлаймыз. Дұрыс айтасыңдар. Ондай болса, дәптерімізді ашамыз, күн реті тақырып жазамыз дәптерімізге. Тездетіп жаза қойыңдар. Ақпанның 9-ы сан аралықтарының бірігуі мен қиылысуы. Тақырып жазып болсақ, енді бір қызық тапсырма орындап көрейік. Қазір маған топпен оқушылар керек. Бұл жерде сендер тақ сандарды көрсетесіңдер. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Реттеліп қатарларында туралап тұрып ала қойыңдар. Барлықтар оң қолдарыңа ұстаңдар сандарды. Енді тапсырма есеп шарты мынандай. Отырған оқушылар, тұрған оқушыларға мен тапсырма беремін. Сол тапсырманы, сан аралықтарына берілген тапсырманы
дұрыс орындай ма, орындамай ма, соған мұқият қарап отырыңдар. Түсінікті ма? Бұл топтық жұмыс болғандықтан, топ құрамындағы бір оқушы тапсырманы дұрыс орындамаса, бүкіл топтың жұмысы не болады? Қателік болып саналады. Түсінікті ма? Тапсырма дұрыс орындалмайды. Біз кесінді болса, екі шетіндегі сандар қамтылмай ма? Соны ескеріңдер. Интервал десе екі шетіндегі сан қамтылмайды. 3-тен 9-ға дейін интервал, 3 пен 9 арасы интервал, 3 пен 9 арасы интервал, 3 пен 9 арасы интервал. Дұрыс па? 9 шықпайды ғой. 3 шықпайды, дұрыс емес па? Енді қараңдар, мен бастап бердім. Енді отырған оқушылар өздерің тапсырма бересіңдер. 3-тен 19-ға дейінгі 19-ны қосып алғандағы жарты интервал. 19-ны қоса алғандағы дейді. Көтере қойыңдар. Дұрыс орындады ма? Иә. Дұрыс орындады. Керемет, жарайсыңдар. 3-тен 15-ге дейінгі 3-ті қоса алғандағы санды жарты интервал. Дұрыс па? Иә. Дұрыс, керемет. 3-тен 15-ге дейінгі интервал. 3-тен 15-ге дейінгі интервал. 3-тен 15-ге дейінгі. Жақсы, өте керемет. Ары қарай келесі. 3-тен 15-ге дейінгі 3-ті қоса алғандағы жарты интервал. 3-ті қоса алғандағы мұқият тыңдаңдар. Дұрыс па? 11-ден 9-ға дейінгі кесінді. 11-ден 9-ға дейінгі кесінді. 11-ден 9-ға дейінгі кесінді. Әлде 9-дан 11-ге дейін. 9-дан 11-ге дейін кесінді. Дұрыс, екі ақсан болады екен, е? 1-ден 11-ге дейінгі бірді қосып алғандағы санды жарты интервал. Дұрыс, өте жақсы. Ортадағы қыздар өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Келесі соңғы бір тапсырманы орындайық. 5-тен 15-ге дейінгі кесінді. 5-тен 15-ге дейін кесінді. Жақсы, өте жақсы. Қанағаттандық па тапсырмаға? Дұрыс орындады ма? Ал енді қараңдар, жаңа біз бірінші топпен тақсандармен жұмыс жасаған болатынбыз. Енді жұп сандармен жұмыс жасаймыз. Екінші топ шықты қатарға. Бізде қамтылмай қалған Мағжан мен Айым болатын. Ол екеуі бізде қазір мұғалім ретінде болып шыққан топқа сұрақ қоятын болады. Енді мен ойлаймын, жаңа бірінші топтың кемшілігі неде? Бірінші топ емес, бірінші топ жақсы орындады. Келсеміз ғой. Бірақ орында отырған сұрақ қойған оқушылардың кемшілігі неде болды? Қандай тақырып қамтылмай қалды деп ойлайсыңдар? Бірігу мен қиылысуы деп айта аламыз ба? Айта алмаймыз. Тағы не қалып кетті сонда? Санарақтарын айтыңдар, санарақтар. Интервал айтылды. Ашық сәуле дегендер болды ма? Сол сұрақтар қамтылмай қалды. Сондықтан ендігі екінші топқа сол сұрақтарды ескереді деп ойлаймын. Оннан плюс шексіздікке дейінгі сәуле. Оннан шексіздікке дейінгі сәуле. Оннан шексіздікке дейінгі сәуле. Дұрыс орындады ма? Көтереміз оң қолдарымызды. Дұрыс байым? Ашық сәуле деп айтқан жоқпыз ғой. Сәуле дедік. Дұрыс па? 14-тен минус шексіздікке дейінгі ашық сәуле. 14-тен минус шексіздікке дейінгі ашық сәуле. Жақсы, керемет. 2-ден плюс шексіздікке дейінгі сәуле. 2-ден плюс шексіздікке дейінгі сәуле. 2-ден Дұрыс па? Сәуле деді. Дұрыс па, Айзере? Дұрыс екен. 2-де шығады. Ашық сәуле деген жоқпыз. Жақсы, керемет. 2-ден 14-ке дейінгі 2-ні қоса алғандағы жарты интервал. Санды жарты интервал. Дұрыс. 2-ден 20-ға дейінгі кесінді. 2-ден 20-ға дейінгі кесінді. Жауабын да біліп тұрмыз, е? Бәрі шығады. Біз негіз 20-ның оң жағы шексіздік, 2-ның сол жағы минус шексіздік деп алатынбыз. Солай емес пе? Сондықтан аралығы дұрыс, керемет. 2-ден 12-ге дейінгі 12-ні қоса алғандағы санды жарты интервал. 12-ні қосылғандағы дедік па? Дұрыс па? Дұрыс, жақсы. Негіз дағырланып қалған сияқтымыз, енді соңғы сұрақ болсын. 18-ге дейінгі интервал. 4-тен 18-ге дейінгі интервал. Дұрыс па? Дұрыс, жақсы. Тапсырманы өте жақсы орындадық. Бұл жұмыс топтық жұмыс, сондықтан мұқият тыңдауды қажет етеді. Отырған топтарда сұрақты жақсы қойды, және тұрған оқушыларда өте жақсы тапсырманы орындады. Жақсы, жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Ондай болса, біз жұптық жұмыс болады. Ал енді келесі тапсырма жұптық жұмыс ашылды. Тақтада тапсырмалар көрінді. Жұппен ақылдаса отырып, бірінші тапсырманың шешімін өзара талдап алыңдар. Сонымен қай жұп бірінші болады, сол жұп тақтада көрсететін болады. Минус 4-тен 5-ке дейінгі кесіндімен минус 9-дан 4-ке дейінгі кесіндінің Кесін табу керек.
қиылысуын табу алу керек. керек. Ал жаза қой. Орындады. Жауап қандай екен? Дұрыс екен. Ал. Несін алдық? Қиылысуын алдық. Ал тексеріп көреміз ба? Дұрыс. Мына жерде тұр. Ал оқи ғой. Не деп оқисың? Бірден 10-ға дейінгі кесінді. Кесінді. Ол ненің жауабы? Ненің жауабы? Бұл қиылысу. Немен ненің қиылысуы? Минус 5 пен 10-ның кесіндісі. Кесінді ма? Интервалмен 1 мен 11-дің интервалының қиылысуы. Яғни екі интервалдың несі? Қиылысуы. Дұрыс белгіледі ма? Ал тексеріп көрейік ал. Кешіріңіз, не дейді? Қате дейді. Жауап не болу керек екен? Қай жерде қателік бар? Қай жер? Қай жер ашық сәуле болу керек болған? Дұрыс, мына жерде мынау қараңдар, мына екеуінде де қамтылып тұр ма, кесінді ма? Кесінді ма, мынау кесіндінің белгісі ма, жоқ әлде интервал ма? Жақша, жай-жақша интервал ғой. Онда бізде де мына жауаптар не болу керек еді? Интервал болу керек еді. Сол қате болды. Ортадағы нені алып тастауға болады негізі. Солай емес па? Жақсы, отыра ғой. Келесі. Кеткіншілерді басып алып тастауға болады дейді. Тексере сал енді. Енді жазылмайдан ба, е? Жауабын айта ғой. 3-тен 16-ға дейінгі 16-ны қосып алғандағы жартылай интервал. 6-дан 16-ға дейінгі жартылай интервал. Дұрыс айтады. Дұрыс па? 6-дан 16-ға дейінгі 6-ны қоса алғандағы жартылай интервал. Келесі тапсырма, соңғы тапсырма. Қолмен баса ғой. Жауабын айта сала қойшы. Минус 1-ден 10-ға дейінгі интервал. Дұрыс па? Минус 1-ден 10-ға дейінгі интервал. Дұрыс па? Қиылысуы. Дұрыс, жақсы, отыра ғой. Қандай мақсатпен жұмыс жасап жатырмыз? Осы тапсырмалар. Сан аралықтарының қиылысуы және бірігуіне тапсырмалар орындап жатырмыз. Енді жеке жұмыс, әркім өз жеке жұмыс жасайды. Сызбасы көрініп тұр ма? 10 сұрақ берілген. Әрқайсының есептің берілген мәтінін көшіріп отырудың қажеті жоқ. Тек бірінші жауабы, екінші жауабы. Болды, түсінікті ма? Тездетіңдер. Уақыт беріледі, бұл жерде 5 минут уақыт. Уақыт болды, тоқтатамыз.
Енді әркім өз жұмысын өзі тексереді. 10 сұрақ тиісінше 10 ұпаймен бағаланады. Түсінікті ма? Сегіз. 9 тапсырма дейді. 9. 9. Сенде 9 ба? 8 тапсырма дұрыс екен. 9 тапсырма. 8 тапсырма. 9. 8 тапсырма. 9 тапсырма. 9 Мағжанда да. 6 тапсырма. 7 тапсырма. 8 тапсырма. 7 тапсырма. 8 тапсырма. 8. 7. 8. 9. 9. Қай тапсырма күрделі болды? Қазір тапсырма қайтадан кері қайтайық. Ең күрделісі қайсы деп ойлайсыңдар? Соңғысы ма? Қай жауап соңғысы? 2 деген жауап. 2-нің еселіктер дегеніміз 2, 4, 6, 8 ғой. 10-ға дейін. Соның ішінде қиылысуындағысы 2 болады. Дұрыс. Тағы қай жауап? 9-ды көрейік ал. Сан аралықтарының бірігуіндегі ең үлкен аты 6 шықты. Ол да дұрыс па екен? Тағы қай жауапты? 8. 1 мекен? 1 шығады, 1-дің квадраты 1 болады. Жақсы оқушылар, бүгін тапсырма өте тамаша орындадық. Бұл жерде бағаларыңды көрсек, ең кемі 60%. 60% дегеніміз өте жақсы нәтиже. Осы бойынша осы бағаларын күнделікті күзетке қойылатын болады. Ондай болса, сабағымыз қорытындылайық. Бүгінгі сабақта біз нені үйрендік? Не білдік? Осыған дейін білетінімізді жетілдіре білдік. Білетінімізді жетілдіре білдік. Нені білгіміз келеді? Сан аралықтарының бірігу мен қиылысуына тағы да қызық тапсырмалар керек па? Керек. Өмірмен байланысты тапсырмалар керек па? Керек. Ондай болса, сол тапсырмаларды келесі сабақта жалғастыратын боламыз. Үй жұмысы оқулықтың 53-ші бетіндегі 963 пен 964 есеп осы тақырыпқа сәйкес келеді. Бүгінгі есептеген түсінікті ғой? Шағын есептеріңізге сәйкес келеді. Сол тапсырмада орындап келесіңдер. Жақсы оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.